Снимаған адамдар проходит, Айнаш не пишет. Менің атым Қуанышболат Айдыргерей. Осы компанияда қазір қадам шеберіне шықтым. Алланың қалауымен сіздердің қолдауларыңызбен бір кісі, мына жерде жалғыз бір кісі ештеме істей алмайды. Бұл жерде көпшілікте істелінетін нәрсе. Иә. Сондықтан бұл Atomic компаниясынан бір шетке жатқандар бар ма мына жерде? Бәрілері танысысыздар ғой, иә? Все же мне Алтын ханым біздің қалады. Бұл жерде мен бір 2 минут тарихын айта кетейін. Сосын ары қарай жалғастырамыз, кішкене түсінікті болу үшін, иә? Мен өзім теміржолшымын. Заочно жаңағы курс бітіргем Алматыда. Бірақ теміржолға пішеліп жүріп, мен кейінге түсініп жүрдім да, ол зарплата алысқа бармайтын, ол зарплата. Бірақ оқып жүрдім, бірақ ол дипломды алғанда, сол дипломдағы пайда бермейтіндер білдім негізі. Просто қағаз керек болды маған. Басқа жол жоқ, начальник поезда болу керек, оның арқаны көтеру керек, президент КТЖ болу керек деген сияқты ой болды да менде. Сосын уже диплом жақындаған кезде начальник поезда болдым. Ол үшін ары қарай көтеру үшін связь керек, ақша керек, как всегда. Білесіздер ғой. Уже начальник жаңағы не болды, бастық болды, одан кейін барып вице-президент, одан кейін президент КТЖ болу керек. Енді ол үлкен уже глобальный жұмыс, е? Ол жерде связьдар керек үлкен ақша керек деген сияқты. Сосын мен маған ол неменеге керек деп өзімді, жарайды президент КТЖ болайын. Бірақ ол үшін жаңағындай басқа адам болу керек. Қазіргі емес, басқа адам болу керексің. Сосын ол менің емес. Ондай маған керегі жоқ дейді, ондай бақыт маған керегі жоқ сөзді. Мен басқа жол іздеймін деп. Сосын кәсіптің жолын іздеймін. Кәсіптің жолын іздеп, жаңағы жұмыстан шығып кеттім. Теміржолдан өзім еркіммен шығып кеттім де. Өзімді сынайын деп, былай айтқанда, никуда кеттім. Өзімді іздеп, бизнес іздеп. Сосын әртүрлі традиционный бизнестерді көрдім, түртіп, ан жерден, мына жерден көрдім. Сөйтіп жүргенде бір досым мені сетевой компанияға шақырады. Қуаныш келіскенсің, мен айтам, жоқ ол сетевой компания, менікі емес ол. Бір жыл қашып жүрдім, бір жыл қоймай жүрдім мейрам. Осы жерде ақшам бәрі осы жерде деді. Мен айтам, жоқ маған 100 000 теңге аламын ба, маған кетеді, қанағат дедім. Өзінің мышлением не ғой енді? Ограниченский. Иә, ограниченный. Маған 100 000 жетеді баяғы, осы. Ол маған бір жыл бойы звондай берді, мен Павлодарда тұрамын, Алматыда тұрып звондай берді, Алматыға осылай берді. Сосын өзі уақыты келді, бір жылдың ішінде пістім мен. Жақындадым уже. Уже мен жаңағы сол кездегі істеп жатқан 100 000 теңгенің жұмысы да тоқтай бастады. Уже одан кетуім керек болды. Сосын айттым, жарайды, давай көрейік дедім. Сосын ол мені үйретті. Ол кезде мен телефон ұстауға, мен телефон алуды, телефонмен қолдануды үйретті маған бірінші WhatsApp жоқ дейді. Мен до такой себе агрессия, мен қорқатым мынандай телефон алуға. Намаз оқимын ғой, мен жаман нәрселерді көріп қоямын. Ішінде примерно білемін интернетте немене болып жатқанын. Бірақ ашып көруге қорқамын да. Ішінде бірдеңелерді не положено нәрселерді көріп қоямын, анамды өзім агрессия. Сосын ол айтты маған, телефон ал. Сосын ол WhatsApp скачивать етіп алды. Сосын ақырын солай мен WhatsApp-қа үйрене бастадым. Тік қараймын. Сосын YouTube білмеймін мен өзі. Сосын YouTube'дан маған Brain Tracy'дің несін жібереді. Видеороликтерін жібереді. Мынаны қарашты. Мен қараймын. Ёлки-палки, ана бүкіл менің ойымды айтып тұр да жаңағы Brain Tracy. Былай қарасаң. Біз кітап оқымаймын, видеоролик қарамаймын, ешқандай мотивациямен қарамаймын, внутренний мотивациямен жүрмін ғой, бірақ қайда баратынын білмеймін да. Сосын Brain Tracy'ді қарадым, 21 күн ол кісінің задан несі бар ғой, стратегиясы. 21 күн осылай істесең, сен өзгересің дейді. Сол 21 күн соны істедім. Мен жаңағы кімге Дархан бауырым айтып жатырмын. Абай Құнанбай айтады ғой, ойың жеткен жерге қолың жетеді дейді. Бірақ ол қалай ол? Біз адамдар армандауды ұмытып қалғанбыз. Тек біз анау неге жүгіре береміз да анандай. Миды қозғалтуға ерінеміз, физически жұмыс істеуге ерінбейміз. Как бы біз жалқау емеспіз. Но на самом деле біз ойлауға жалқаумыз да. И жаңағы Абай Құнанбайдың сөзі бар. И мына кімді Brain Tracy'ді тыңдасам,
ана кісінің 21 күн көп уақыт емес қой. Бір айға толар толмас. Сосын айтады ол кісі, 21 күнде міне осылай істейді. Мен өзім жиналдым, солай істейтін болдым. Жаңа бір ресін айтқаным, бәрін айтқан сөзім полностью орындайтын болдым. Сосын мен не дестім? Жолдасым маған моншасын берген. Салынмасын. Қуаныш осы жерде өзін істе, маған ақша керек жоқ, өзін тап. Өзін ақша да өзін істе. Сосын жарайды, сол моншада істеймін. Сосын жаңа бір ресінді қараймын ғой. Сонда ол кісі айтады, таңертең тұрасыңдар дейді. Сендер сразу телефонды ашпаңдар дейді. Телефонды ашпаңдар. Сендер жұмысқа баратын, примерно 9-да сен жұмыста болғысың ба, 2 сағат бұрын оян. Сосын 2 сағат сен өзіңе не? Өзіңе бер 2 сағат таңертең. Намазыңды оқы, зарядканы жаса, суыңды іш, арманда, кітап оқы. Күнде 21 күн 2-3 бет оқисың. Сосын тетрадь аласың, общий, соған армандарын жазасың. Бір интересен. 21 күн. Бір күн жаздың, келесі күні мынаған қарамайсың, келесі бетті ашасың, басқа армандар жазасың. И 21 күн солай істейсің. Сосын мен ниет қойдым. Неге барам деп? Қажылыққа барам деп ниет қойдым. Сосын, бірақ мен біліп тұрмын, ол баняның ақшасына мен бара алмаймын, в любом случае. Мен жинай алмаймын, біліп тұрмын ақсауыздан. Бірақ жаңағы қарекет қылып жатырмын да уже 500 теңге, 1000 теңге жинай. Жаңағы банядан түскен 500 теңге, 1000 теңге. Мен уже қадам жасадым. Ниетімне қадам жасадым. Көрдіңіздер ме? Жаңағы бір ресейдің айту бойынша. Сосын жаңағы күнде соны істеймін. 21 күн оқимын, өзіме уделять етемін, жаңағы армандаймын, сосын жазамын. Күнде новый мақсат, новый арман, и күнде 500 теңге, 1000 теңге, кезде 5000 теңге. Сосын жинап жүріп, и бір күні баян бір жер сынап. Караник сынап, тағы бірдеме сынап, жаңағы жинаған ақшам соған кетеді. Сөйтіп тағы да істеймін, сосын баняны беретін болды бір күні. Где-то бір 6-7-8 ай ма екен, өзіне беретін болдым да. Все, бердім, тапсырдым. И бір күні, как раз оразаның кезінде, где-то бір оразаның бүтін 10 күн қалған кезде, маған звондайды. Жаңағы баняның хозяйны. Қуаныш, сен қайдасың? Мен қазір келем, бір шаруам бар дейді. Сосын келді сағат, как раз мен Қарауықтан келгенмін, сағат 11-дің кезі. Келді, сосын айтады. Неге, умраға барасың ба дейді. Сосын айтады. Сасып қалдым енді өзім, не айтады ғой, мен ұмытып кеттім, жазғанымды, армандағанымды, қажылыққа барам дегенім бәрін ұмытып кеттім негізінде. Сосын мен ойласам, кім үлкен кісілер бар шығар армандап жүрген, может соларды жібересің деймін де, мен сосын ақша табамын, кейін өзімнің ақшаммен барам деймін ғой. Сосын жоқ, мен ешкімді ойлап тұрған жоқпын, мен сен барғанын қалап тұрмын дейді. Өйткені мен өзіме билет алғанмын, өзім бара алмаймын, қазір уақытым жоқ, денсаулығым келмей тұр, сен барып келшейші дейді. Сосын бұндай возможность постоянно бола бермейді дедім. Кетіп қалдым сосын. Ана жаққа барғасын ойыма түсті ғой, мен жаздым ғой оны, мен намерение қойдым ғой мен. Ниеттендім ғой, мен барам деп. Мен жинадым ғой. Потом мен түсіндім, бір интересін айтқаным. Оказывается, біз міне бизнесқа келдік потом мен. Даже Пахангилді айтады ғой. Пахангилді айтып жатыр, е? Соны біз білмейміз оны қалай істейтінімізді. Но біз к этому идем. Көрдіңіздер ме? Сол кезде жаңа возможности өздері келеді. Ана сила притяжения болып тұрып тұрады. Көрдіңіз бе? Притягивает. Сонда адам, мысалы біздің бизнесте қазір адамдар керек қой. Адамдар өздері бір жақтан келеді. Біз білмейміз даже қай жақтан келеді. Но келеді. Ең бастысы біз тоқтамауымыз керек. Келе жатырмыз, е? Сөйтіп жүрген кезде міне, қажылыққа да барып келдім. Бизнесті таптым міне. Жұмыстан шығып кеттім ғой темір жолдан. Бизнес іздеймін деп. Көрдіңіз бе? Ана жерде, мына жерде бизнестерді көрдім. Сөйтіп міне керемет бизнеске жолықтым. Көрдіңіздер ме? Керемет бизнеске жолықтым. Өйткені достарым бар бизнесмендер, туыстарым бар бизнесмендер, таныстарым бар бизнесмендер. И өзім де сол бизнеске кірістім. Сол кезде бәрінің сабақтарын алып көрген кезде өзімді үлкен бизнесмендермен жұмыс істеген кезінде. Солардың қол астында жұмыс істеген. Автоцентр Меркур деген бар, мысалы. Официальный дилер Volkswagen, Audi мысалы. Сол кісінің қолында жұмыс істедім. Сол кісінің үлкен масштабный бизнес қол, мысалы. Представитель Audi, Volkswagen Қазақстан.
үлкен сондай бизнестер үлкен. Французский домда істедім мысалы. Французский дом президенттерін бәрін танимын. Үлкен глобальный жұмыстармен істейтін үлкен бизнесмендер олар. Сол кезде мен ол кезде 20 адам, где-то 21-де кезім ғой. Солардың байлардың қалай өмір сүретіндерін көрдім мен. Олар обедке, ужинға, ресторанға барады, заказ береді, секретаршылар бар. Бізге орын дайындап қойды, Франциядан, Германиядан кісілер келіп, солармен ужинға барамыз, обедке барамыз. Күнде солай. Күнде ресторан. Астарында шикарный машиналар, 90-шы жылдары. Үлкен байлары ғой. И соларды көремін өзім, жаспын ғой. Соның бәрі ойда ғой. Қалай іске асырамын деп жүрген кезде. И өзімді сол жолға түсіп, бизнеске келдім. Енді мына бизнесті солардың бәрімен салыстырған кезде, мына біздің бизнес қазір ғой, олардың бизнестерінің әкесі ғой, көкесі ғой атым. Көкесі былай айтқанда. Олар ақша салады, уақытын кетіреді, рисковать етеді. Уайымдайды. Кидать етеді оларды біреулер мысалы. Бірден кредит алу керек. Инфляция, анасы бар, анасы, с кем-то договариваться надо, бір товар үшін. А бізде жоқ қой. Бізге дайын платформа, товарымен 500-ден аса товары бар, системасы құрылған. Міне офистар ашық. Мемлекет бос рынок. Біздің тек қана жұмысымыз өзімізге сатып алып, жақсы нәрсемен қолданып, сол кісілерге жеткізу. Ол бір задача. Екі задача. Қолдан, айт. Сол нәрседе біз сол нәрсені елерін істей алмаса, онда біз білмейміз. Грош цена дейді. Грош цена. Өзіміз жет соны жеткізе алмасақ елге. Оны жеткізетін міне біздің құралдар бар қолымызда, е? Статуста қой. Тіпті жарайды, Инстаграм сіз білмейсіз дейікші. YouTube жүргізе алмайсыз. WhatsApp енді 99% кісінің қолында WhatsApp бар. Статуста қойып отырсаңыз, соның өзі жетіп отырады. 24 сағат статус бізге жұмыс істейді. Жарайды, статуста қойдық. Енді сіздің қолыңыз бос қой. Не істейміз біз? Бір жақсы информация, өзіңізге ұнаған информация, атоммен жайлы, қысқа нұсқа. Соны аласыз. Сіздің осында 200 адам танысыңыз бар. Ерінбейсіз. Сол информацияны 200 адамға таратпайсыз бір күнде. Өзіңіз таныстарыңызға. Тарат қойсыз. Сол 200 адам ішінен 2-3 адам сізге жауап береді. Кем деген? Әйтсе, может, 10 адам жауап береді. Сосын, ертең күні, ол кісіні загружать етпейміз біз көп информацияны. Бірақ информация, түртіп қоясыз. Сосын, екінші күні басқа информация, тоже қысқанызда. Тоже бір ағырап жібереміз. Тік, бәріне бір-бірден жіберіп шығасыз. Сөйтіп біз адамдар таба аламыз ғой, WhatsApp-та. Статусыңыз жұмыс деп отыр, еще сіз өзіңіз информацияны оған беріп аласыз. Көрдіңіз бе? Оны істеп қойдыңыз ғой, статусқа қойдыңыз, таңертең тұрдыңыз. Статусқа қойдыңыз. Сосын жаңағы информацияны беріп қойдыңыз. Енді хабар бар ғой, щетка пастаны алдыңыз. Крем алдыңыз, BB крем, ана-мына ұсақ келген, көтерілетін ауыр емес. Просто көшеге шықтық. Міне, далада кісілер толы. Әрқайсына көрсетесіз. Ғалымжан мырза қалай күшті өсін, кремді қолына жаға жереді сұрасыз. BB кремді қолына жаға жереді, құлайды ана кісі. Все. Ол уже анау крем, оның 50% жұмысын істеп қойды уже. Ол енді арғарай ол просто сөзбен жетсек қалған. Вот сол нәрседен біз істей алмаймыз. Ұяламыз, қорқамыз. Не үшін ұяламыз біз? Уақыт өтіп жатыр. Күнде 1 сағат 1 минут кетіп жатыр. Ол қайт келмейтін нәрселер ол. Соны біз дұрыс пайдалансақ, бір-ақ жылдың ішінде миллионер болып шығасыз.